Кісі ақысы. Әй, сенің басың жасай ма? Тым жақсы оқуыңды тастап не көрінді? Саған сол оқуды оқытамыз деп, соңғы ұрғашы сиырды саттық қой. Артыңда қалған бауырларының аузынан жырып, сені оқысын деп саттық емес пе? Әділдік дегеннен шет қақпай бола бергесін, менің түйімнен заңгер шықса деп едім. Деген әкесінің даусы құлағына естіліп жатқан заңғардың ойы сан-саққа қашып жатыр. Бұл сол кезде әкесіне күле қарап отырып: «Әке, сен сол баяғы түсінікпен өмір сүрдің. Бізде солай болса екен дейсің. Адал өмір сүріп, дымнан дымсыз жарымай жүру үшін өмір бойы карьерде тас тиіп өтті дейсің бе? Көзіңді аш, әке, ол заман өткен. Ендігі заман іскерлер мен заман ағымына қарай бейімделе білгендікі. Мен брокерлік жұмысыма қажет болатын білімді алдым. Енді қалғанына уақыт жоғалту ақымақшылық деп ойлаймын. Көбірек табыс тапсам, мына бауырларыма көмектесем не сайып? Брокерлік ол әлемдік нарықта бар қызмет, онымен де адалынан тауып жеуге болады», деп барынша түсіндірген. Әкесі қолын бір сілтеп бөлмесіне кетіп қалды. Байғұс анасы ғана: «Ештеңе етпес балам, әкеңді білесің ғой. Қатып қалған қағида. Оңай жолмен келген ақшаның бәрін харам дейді. Солай жаратылған жан енді, оны өзгерту қиын болады балам. Ренжіме әкеңе», деп жылы жауып қойғысы келіп еді, баласы заңғар: «Ту, апа, қойшы осы. Неге түсінбейсіңдер? Енді бұрынғымен өмір сүретін заман емес. Ескі ойдан арылмасаңдар, мына нарық заманда аштан өлесіңдер. Ал Құдай, аузыма сал Құдай дейтін қалып. Есектің артын жусанда мал тап деп бекер айтылмаған. Әрекет жасау керек. Ортада айналу керек», деп ашынып жатқанда бөлмеге әкесі қайта кірді. «Әй, сен немене білгіш шынып зықылдап отырсың? Саған мал таппа, есектің артын жума дедік пе? Не тапсаң да адалынан тап. Кісі ақысын жеме. Бір оқыр деп отқаның делдалдық болса, адал делдал көрсем көзім шықсын. Делдал сатушыдан да, алушыдан да алдап пайда көруші. Мен не өмірге кеше туылдым ба? Әлде көп ақшамен мені алдап, аузымды арамдайын деп жүрсің бе? Ақылыңның жеткен жер осы болса, бар, кет, қайқай қалаңа», деп әбден ашынды. Бұл отбасының отағасы, қамбар, жасы 48-ге келген, орта бойлы, төртбақ денелі, күнге күйген қоңырқай жүзді жігіт ағасы. Әйелі Бәтима, ұлының үлкені осы заңғар, одан кейінгісі Айбар, сосын кіші қызы Жұпар. Қамбар шынымен де көзін ашқалы ұлу тас карьерінде жұмыс істеп келеді. Басында жүкші болып кірсе де, соңғы 5-6 жылда тас кесетін комбайнер, әрі шебер, яғни мастер дәрежесінде бастық. Қамбардың бір күйігі, уақытында тумалас бауыры Жаппар жазықсыз жала жабылып 5 жылға сотталып, Ресейдің Калыма жағында туберкулездан қайтыс болған. «Жазықсыз кетіп бара жатырмын» дегеніне бір күйініп еді, сүйегін елге әкеле алмағанына тағы күйінген. Әйелі Бәтима бұрынырақ майда шүйде сауда жасап көріп еді, келіспеді. Келіспегенде қалай? Кіші қызына құрсақ көтергенде ауырып қалды. Содан өзін өзі күтіп, үй шаруасымен үйдегі азын аулақ малдың жем суына қарасады. Ол кіші қыз да қазір 4-ші сынып оқитын жасқа жетті. Екінші ұлы мектепте 8-шіде оқиды. Үлкен ұлдары осы заңғар сабағын жақсы оқып, Алматыға оқуға кетем дегенде, әкесі: «Балам, адам өмірді таза сүру керек, әділетке талпыну керек. Заман өзгеріп, Қазақстан жаңа бағытқа түсті. Енді қазаққа әділдікке қол жеткізуге көмек беріп отыратын заңгерлер керек. Оқысаң, заң жағын оқы», деп бір сиырды сойып сатып қалтасына салғанды. Енді міне, оқығанына жыл жарым болмай, сырттайға ауысып, брокерлікпен айналысам деп отыр. Содан әке күйінбегенде кім күйінсін? Үйіне бір аптаға келдім деп келген заңғар ертесіне жол сумкаға киім-кешегін салды да қайта қалаға кетті. Заңғардың ендігі мақсаты біреу. Ол жылдан баю, сол арқылы әке-шешеге өзінің дұрыс екенін дәлелдеу. Ата-анасына сық етіп үй салып берсе, жаңа көлік алып берсе, ауылдағылар таңдай қағардай жағдай жасап қойса,
бір қаланың мықты жерінің қызына үйленіп келін апарса, әке-шеше қайда барады түсінбей. Өздері күлімдеп маңдайынан сүйіп қарсы алар деген арман ойдың жетегіне түсті. Бұл өзінің курстасы болған, кейін оқудан шығып қалған Шымкент жақтың жігіті Беркін екеуі сіздің үй деп аталатын брокерлік конторға жұмысқа тұрды. Алғашқы айы мардымсыздау болды. Клиент іздеу, олармен келіссөздер жүргізіп, оларды осы өздерінің конторасына клиент болуға көндіру. Табыстары да мардымсыз аз болды. Табыстың бәрі сіздің үйдің директоры Ерехаға кететін. Ереха деген бұрын брокер болған, жарақатқа байланысты спорттан шеттетілген еңселі, білекті, түсі суық 30-дарға келіп қалған жігіт. Көп сөйлемейді, бетіңе бір қарағанда көздері тесіп өтер адам. Бір күні бұның жолдасы Беркін, Зақа, іштен 4-5 бланкіге мөр басып алып шыға аламыз ба? Жігіттер өтініп еді. Олар да аттарына үй рәсімдемекші. Дегенге, осында алып келсе Ерехаға жолықтырып үстіндегі пайызына кешке кафеге барып дұрыстап тамақтаналық, деді. Ой, Зақа, онда бізге тиын тебен қалады. Ал мынадан нақты пайда көрейін деп тұрмыз. 4-5 бланканы ана есепші білмей де қалады. Оларға керегі де тек мөрі бар қағаз. Басқасын өздері қатырады. Бізге $2000 лақтырады. Зақа, бакстар келе жатыр, бакстар. Бұл біздің шанс, не тормози, сникерсни, деп бұны ынталандырып қойды. Сонымен жұмыс аяғында Ереха шығып кеткен бойда бұл есепші әрі секретаршы қызды алдаусыратып тұрғанда Беркін бланкілерге мөр басып шығып кетті. Расында да ертесіне Беркін $2000 әкелгенде жүректері жарыла қуанды. Бұлар Алматының шетінен кішігірім үй тапты, оны ұзақ мерзімге жалдады. Астарына BMW көлігін алды. Бұлар енді өздері тікелей келіссөз жасап, қағаздарды өздері рәсімге беретін жағдайға жетті. Ерехаға өз үлесін беріп қойып, арқайын контор атынан жұмыс жасау мүмкіндігін алды. Бір күні 22-25-тердегі келіншек келіп, Алматыдан үй алмақшы екенін, арзандау, жақсы үй тапса сатып алатын ниетін білдірді. Ененің көзінен өтердей болып тұрған екі жігіт зыпылдап, ауыл келіншегінің басын айналдырып, көптен өтпей тұрған бір үйді өткізіп жіберді. Сөзге алданған байғұс келіншек қол қойып тұрған қағаздардың кәдімгі ксерокстен өткен копия екенін де мән бермеді. Ол кезде ксерокопия әлі де болса да адамға таңсық еді. Сөйте бұлардың өмірі қызықты, әдемі бола бастады. Оның үстіне заңғар да 2 бөлмелі өз үй сатып алды. Қытайдан тауар тасып жүрген Хасан деген кісінің Зуля, негізгі аты Зүлфия деген қызына да көңілі кетіп жүр. Аралары тым жақын, қаланың ерке қызы, кейде бұның үйіне қонып та қалып жүр. Бұл оған үйленейік, ауылға ата-анама таныстырайын, сол жақтан той жасап 1-2 ай тұрғасын келеміз ғой қайта, дегеніне Зуля үзілді-кесілді қарсы болды. Зарик, жаным, это так скучно. Осылай тұра берейікші. Жас кезде саяхаттап, қыдырып, көңіл көтеріп қалайық. Семья болуға үлгереміз әлі, дегенді бұл да құп көрді. Расында да, сау басқа ерте қамыт киіп не керек, деп бұл солай тұра бермек болды. Бәрі де солай жақсы бола берер меді, мына бір шулы оқиға болмағанда. Бұлар таңертеңгілік жұмысқа келгенде сіздің үй офисін маска киген жасақтар қоршап тұр екен. Бұл шетірек тұрған біреуден мұнда не болып жатыр, деп еді ана кісі. Мынау алаяқтардың мекені екен. Түнде бастығын ашынған біреулер атып кеткен. Енді арнайы жасақпен келген тергеушілер офисті тінтіп жатыр, деді. Бұл барарын да бармасын да білмей тұрып, арт жағынан келген Беркін, аңырайып неге тұрсың, кеттік бұл жерден, деп ештеңе түсіндірместен былай алып шықты. Екеуі Беркіннің көлігіне отырғасын, Зақа, бітті, бәрі бітті. Ереханы атып кеткен. Есепші қатын екеуі саунада отырғанда маған түнде жігіттер хабарласқан. Барсам рас екен. Содан мында келіп, офистағы екеуміз туралы барлық құжатты жойдым. Компьютердегі ақпаратты да жойдым. Екеумізді бұл офистен ештеңе байланыстырмайды. Так что, Зақа, аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген. Мен кеттім, бойта салаймын. Мен сені, сен мені танымайсың. Солай, брат. Үйіңді, көлігіңді сат. Сосын бұл қаланы ұмыт. Ереха брат көп мөлшерде қораға кірген сияқты.
Оны өлтіргендер өте мықты, биікте отырған адамдар. Сондықтан кету керек. 1-2 жыл тырп етпей бұғып жату керек. Мына шу басылғанша бой тасалау керек. Тарт бауырым батысыңа. Бірден ауылыңа барма, үлкен қалаға жасырын. Екеумізді кіміздер дейсің? Сонда да сенім барма, жасырына тұрайық. Деп бұған қарады. Бұл қалада тұрып қаланың қылмыс әлемінің анау-мынау әрекеттерін жақсы түсінетін. Сонда заңғар, сонда ешқандай шанс жоқ па? Ұсталсақ біттік пе? Бізді әрі қарай іздемейді деген үміт бар ма? Жоқ болса несіне қашып әуре боламыз? Тыныш милицияға өзіміз барайық, сұрақтарына жауап беріп, басымызды ашып алмаймыз ба? Деді. Зақа, милицияға барғаның өлімге өзің барғаның. Олар кімнің тапсырмасымен офисті тінтіп жатыр дейсің? Олардың бәрі қылмыс әлемімен тығыз байланысты. Сондықтан біз туралы ештеңе жоқ кезде қашу керек. 1-2 жыл жарыққа шықпай тұр, деді де, ал мен кеттім, маған жан керек. Мен іздеме, өмір болып жатса кейін кездесеміз. Мен де сатуға болатын бірін сатып, елге кетем, тыныш жатам, кейін ауылдан бір қозғалыстар қарастырармын, деп көлігінен түсіп кетті. Заңғар таныстары бар, саудагерлері бар, солар арқылы үйін, көлігін, дүние мүлкін жылдам өткізді де ауылға тартты. Бұларды онша қатты іздеп жатқан адамды жоқ еді. Бұл ауылына баратын болып, пойызға билетін алып вагонға мінгелі тұр еді. Сен, бұл сенсің ғой, оңбаған, не бақшиып қалдың? Маған ксерокопиямен біреудің үйін сатып жіберген сен ғой. Мен сенің кесіріңнен 2 баламен қаңқып көшеде қалдым. Күйеуім өлгесін ауылдағы үйімді сатып, қарызданып, осы балаларым үшін қалаға келіп едім. Енді міне тентіреп, үйде жоқ, ақша да жоқ, вокзалға қонып жүрмін. Алаяқсың сен, деп тап бергенде, заңғар жан дәрмен вагонға кіріп үлгерді. Артынан ұмтылған әйелді есік алдында тұрған жол серік кіргізбей ұстап қалды. Вагонға кіріп, жалма-жан купе терезесінен қарап еді, әлгі әйел перронда тізерлей отырып жылап, қолын сермеп бірдеңелер айтып жатыр екен. Заңғар бәрін ұмытқысы келіп, көзін жұмып жата кетті. Бұл 1997 жыл еді. Заңғар қанша ұмытқысы келгенімен, бұл оқиға бұның алдынан қайта шығатынын білген жоқ. Шыққанда да өте қатты салдарымен шығуға дайындалып жатыр еді. Әзірге пойыз заңғарды туған ауылына қарай алып барады. Алда 21 ғасыр. Заңғар аурухана төсегіне таңылып жатыр. Қанша жатқанын да білмейді. Есін жиғалы осында. Не болды да кім істеді деп ойбайлап әйелі келіп кетті. Заңғардың әкесіне, яғни өз атасына қатты ұқсап кеткен баласы, әке, ассалаумалейкум, жақсысың ба? Дегеннен басқа ештеңе айтпастан кетті. Мейірбике келіп, екпе салып кеткесін ұйықтамақшы болып еді, ұйықтай алмады. Еріксіз ойға шомылып кетті. Ақтауға келген бойда заңғар үй іздей бастады. Орталық шағын аудандардың бірінен тазалау 2 бөлмелі пәтер сатып алды да, тіркеуге тұрып евро үлгіде жөндеп әдемілеп алды. Су жаңа болмаса да қалада ұялмай мінер көлік алды. Ауылға барып әке-шешесін көріп, көңілін басып 2-3 күн қастарында болды. Бауырларына алған киімдері мен тәттілерін беріп қуантып тастады. Тек әкесі ғана өзіне берілген қымбат шетелдік плашты көзінің астымен қарап отырды да, әйеліне: «Шифонерге салық қой, біреуге берсең де, кетке салсаң да өзің білесің», деді. Заңғар қопыратып ақша шығара бастағанда, оқты көзімен бір қарап еді. Заңғар ақшаны жалма-жан қойнына сүңгіте салды. Әкесінің ойы өзгермеген білген заңғар ештеңе демеді. 2 күн ауылында қыдырып, құрдастарына барып, кейін қаласына кетерде, өзінен кейінгі інісін көрсетіп: «Айбардың оқуы біткесін қалаға жіберің. Өзім оқытып адам қылам. Бір шаруаларым жақсы реттелсе, 2 бөлмемді 3 бөлмеліге ауыстырам. Қалаға келіп дем алып кетуге болады. Жазда балдар теңіз көрсін. Жұпарға қаланы аралатып қыдыртайын. Мына тұрған жер ғой, теңізге барып тұрады», деп барынша түсіндіріп, жылдамдата сөйлеп жатыр еді әкесі. «Әй, сен әуелі өзің адам бол. Сосын жұртты қарық қыларсың. Оқып алған білімнен не пайда? Жұртқа қайырың тимесе. Бітірген оқуың жоқ, істеп жүрген жұмысың жоқ. Неткен байлық сенікі? Ақтауға келе сала үй, машина алатындай Алматыда миллионер нағашың өліп мұра қалдырды ма? Арыңды саудаға салып, біреуді алдап, біреуге ұятыңды жалдап тапқан ақшаң болса,
әкет көзіме көрсетпей. Арам ақшамен адал ошағымды былғама, деп күркіреп басылды. Заңғар да қарап қалсын ба? Ту, әке, сен де бір қырсықсың. Сенің түсінігімен жүрсек, аштан өлеміз ғой. Не деген принцип сенікі? Мына балаларыңды ойлашайшы. Мен не, адам тонап кісі өлтіріп ақша тауыппын ба? Сен СССРде қалып қойғансың. Қазіргі Қазақстанда ұрламайтын адам жоқ. Бәрінің ойында тек ақша жасау, алып қалу, жеп қалу. Маған пара бермейтін, пара алмайтын адамды көрсетші, көрейін. Соған табынып өтейін. Бізде пара алатынды ұстайтындардың өзі парамен ұсталып жатады. Және солар тағы бір пара алатын жерге барып отырады. Олардың қасында делдал брокер періштенің нағыз өзі, деп бастырмалатып бара жатыр еді. Әй, тоқта, деп әкесі сөзін бөліп жіберді де, пара алмағаннан аштан өлер адам болса, мен, шешең, бауырларың өлер еді бірінші. Заман ағымы солай дейсіңдер, заманды солай ағызған сен сияқтылар. Бірдеңеге жету үшін параларың дайын тұрады әйтеуір. Соны қалай да алғызасыңдар. Тілдерімен туфли жалауға дейін барасыңдар. Тфу, жиіркенішті. Жемқор емес, соның қасындағы қолтығынан демеп, жемқорлардың сөзін сөйлеп жүргендер ең қорқыныштылар. Солар елді адастырып, халықты жемқорға жығып беріп жаман үйретіп жүргендер. Одан қалса, тап-таза киініп, қымбат көлік мініп жүргелерің келеді. Сонда солай кете беру керек пе? Ау, шырақтарым-ау, шетелге кетіп жатқаны аздай, Қазақстанды қазақтар тонап біттіңдер ғой тегі. Қазақстанда пара алатын қазақ, ол өз үйін, туған ошағын тонаған кісәпір. Ондайлардың етегін кесіп, елден аластау керек. Өз ошағын тонаған адам емес, малғұн ол. Малғұн ол шайтанның бір аты. Сондайларды жағалап, өз мүддесіне пайдаланып жүргендер Әзәзілдің әскері. Ел үстінен күн көріп, кісінің ақысын жеп жүргендер Әзәзілге ергендер. Деп ашудан қайратына міне бастап еді. Заңғар зып етіп сыртқа қашты. Артына ере шыққан шешесіне, осы әкемнің қырсықтығы бар ғой, апа. Не пәле мынау қатып қалған. Тіпті айтарға сөз жоқ. Апа, ең болмаса сен алып қалшы мына ақшаны. Мен ешкімнен ұрламадым, тонамадым, пара алмадым, деп жыларман болды. Анасы, баламай, әкеңнің мінезін білесің, біреудің ала жібін аттамайды. Қорқам, осы үйде басы артық ақша пайда болса, қабағын қарс шауып, қайдан келген ақша мынау деп жынын шашады. Сен бұл ақшаңды өзіңе жарат. Адал ақшам деп тұрсың ғой, бойыңа адал сынсын, қаладан керегіңді аларсың. Айтпақшы, кеше бір қыз бар деп едің, ол қалай? Қай жақтың қызы, өзі тәуір бала ма? Суреті болса көрсетші, деп аналық құмарлықпен сұрады. Ой, апа, қыздың суретін қойныма салып жүретін мен не, баяғының әскерде жүрген баласымын ба? Келесі келгенде ертіп келем. Қаланың қызы, бірақ ондай тік бақай емес, көнбіс, өзіме жарайды. Әкелерін әкелем ғой, бірақ әкем не дейді тағы бір зобалаң тудырмай ма? Тіпті туған әкемізге үйленем деп айта алмайтын болдық қой. Кісі ақысы дейді. Қазақтың ақысын кім жемей жатыр қазір? Ерінбегеннің бәрі қазір солай өмір сүреді. Қайдағы бір ескіліктің қалдығы мен өмір сүргісі келеді. Өзі өмір сүріп білмейді, өзгеге де сүргізбейді, деп бұрқ-сарқ етіп тұрған ұлына анасы аяп қараса да, болды балам, әкеңді өзгерте алмайсың. Енді соған көнесің. Не де болса үйлен. Немере көрсе жібір, деп шығарып салды. Одан кейін де 1-2 жыл өтті. Заңғар шынымен 2 бөлмелі үйін 3 бөлмелі қылды. Үйленді, ауылға барып той жасап бет аштырып келді. Әйтеуір әкесі ештеңе демей тыныш өтті. Той соңында ауысқан тағамның бәрін көрші көлемге тараттырып берді. Тіпті малға құямыз деген жуынды жемді үйде жем толып кетті деген сылтаумен таратып жіберді. Заңғар оның не деуге батпады. Тойдан соң 2 апта өткізіп, құдалық ырым жоралғыны қаланың кафесінде өткізетін болып қалаға қайтты. Заңғар базар маңынан бір жар бутик ашып, біреулердің ақылымен оларын әйелінің атына өткізіп, қала әкімшілігіне жұмысқа тұрды. Керек кісілерді кафеге, саунаға апарғанының арқасында қызметі өсті. Тиын-тебен жасауға да ыңғайлы орынға отырды. Заңғардың бір арманы кішігірім мекеме ашып, мемлекеттік қызметпен бизнесті ұштастырып алса, азды-көпті тендерлерді, қалашілік тапсырыстарды алып алса, мұртын балта шаппайды. Қала әкімшілігінде ешкім қойды емес, облыс әкімшілігінде де сөзін сөйлейтін сыралас достар бар. Сондай шаруалармен жүргенде келіншегі босанып қызды болды.
Қайын жұртына да көмектесіп, жақсы күйеу атанып үлгерді. Бір қайын ағасын мұнайға жұмысқа кіргізсе, үлкен бажасын вахтовый карусқа отырғызды. Келін босанды дегенге әке-шешесі жұпар қарындасын ертіп тартынып жетті. Ауруханадан шығарып, өздерінше қалжа деген ырым жасап, құда-құдағайларымен тұзға салып, бесікке бөлеп ауылдарына кетті. Әкесі кетерінде келіні мен баласына қарап: келесіде ұлды боп жатсаңдар, жасқа толғаннан емшектен шығарып, ауылға жібересіңдер. Мына кемпірдің әлі бір бала бағып қағар жағдайы бар, деп ештеңе түсіндірместен үйден шыға берді. Келіні енесіне егін қағып, неге дегендей ишара жасап еді, туа берсейші, сосын белгілі болар, дегеннен басқа ештеңе айтпады. Әйтсе де заңғар түсініп қалғандай. Әкесінің ойы, ол бала болса, мыналардың тәрбиесіне қалдырмайым дегендегісі. Заңғар мырс етіп күліп: әй әкем-ай, деді іштей. Қалалық акиматта бірге жүрген досы Қонтай бұған бір қызық идея айтты. Заңғар, сен неге қалалық мәслихатқа депутат болмайсың? Танысың көп, жанысың да жоғары. Басқа адам өтпесе де сен өтесің ғой. Мен дауыс жинап алуға көмектесем. Ұсынатын ұжымдар сірә өзіңнің адамдарың. 2 айдан соң қалалық мәслихатқа сайлау өтеді. Соған сен ұсынып өткізіп жіберейік, деп бұны қызықтырып қойды. Депутат болғанда не істеймін? Деген сұрағына Қонтай: ештеңе де істемейсің. Халықтың ақшасына әкімнің сөзін сөйлейсің, болды. Әкім не десе соған қол шапалақтап отырсаң жеткілікті. Ол жерде саған айлық төлемейді, бірақ салықтан босатыласың ғой. Бизнесің салық төлемейді. Сосын басқаларға жабық есіктер саған ашылғыш болады, мүмкіндігің кеңейеді. Ойлан, бұл да бір сәті түсер нәрсе ғой, деп қарқылдай күлді. Жоқ, түсем ғой, маған кім дауыс береді? Сол жағы қалай болар екен? Деген күмән айтып еді. Кім қалай дауыс берген маңызды емес, маңыздысы қалай санағанда, деп Сталин деген білгіш айтқан емес пе? Сондықтан саспа, деп тағы қарқылдай күлді. Мынау шын айтып тұрма, өтірік айтып тұрма, деп күмәнданса да, бәрі Қонтай айтқандай сценариймен болды. Сөйтіп заңғардың жағдайы дөңгеленіп жүре берді. Оқуын бітірген інісі Айбар ауылға кетті. Жай кеткен жоқ, үйленіп кетті. Ауылға барып дүркіретіп той берді. Жылдар жылжып, күндер өтіп жатты. Заңғардың да қызы өсіп, соңынан тағы қызды болды. 3-шісі ғана ұл болды. Неге екенін кім білсін, әке баяғы сөзіне оралмады. Келді, көрді, тфай-тфай күшік. Жаппар ағамның дәл өзі айнымаған, қан жібермеген екен. Енді алаңдамаймын. Өзің де сөзің де Жаппар ағама ұқсасаң жаман болмассың. Тфай-тфай, тек аман өс, деп жасаураған көзін сүртті. Сөйткен әке де өмірден өтті. Ауырған жоқ, сырқаған жоқ. Қызығы жаназасына керек нәрсенің бәрін өзі дайындаған. Кемпіріне: мен өлгенде бырқырап жылай берме, мүжіліп отырып қалмай шаруаңа қара, балдарға бас көз бол, араң жолға түсіп кетпесін, деп тапсырып айтқан күні таң алдында кемпірдің алдында жүре берген. Заңғар аурухана төсегіне байланып жатып, осылай бар өмірін көз алдынан өткізіп көрді. Қазір 2017 жылдың ақпан айы. Жолдас жігіттермен сыралатып болып түн жарымда тарқасқан. Өздерін осы қаланың қожайындары санайтын бұлар ішкен күйінде көлік айдап жүре беретін. Саунадан шығып үйіне бағыт алған бұл жолда ашық тұрған дөңгершекті көріп, таңертеңге 2 шиша сыра және темекі ала кетуге тоқтады. Алып болып көлігіне бұрыла беріп еді, ағасы: темекі мен сыра денсаулыққа зиян ғой, деді бір жуандау болса да жас баланың даусы. Бұл артына бұрылып қарап еді, жас шамасы 14-15-тегі жасөспірім бала тұр екен. Домалақ бас киімді көзіне түсіре киген бала: біздер денсаулық сақтау министрлігіненбіз. Сыра мен темекіге әуес ағалардың денсаулығын бақылап жүреміз, деп еп-ерсі күлді. Ашу басына тепкен заңғар: әй күшік, мені кім екенімді білесің бе? Мен сені қазір тұрған жерінде жерге қағып жіберем, деп кіжініп жатыр еді, екінші қапталдан шыққан тағы бір жас бала: білеміз ағасы, білеміз. Сен бізге бұйырған майлы әмиянсың, деп бұл да тырқылдап күлді. Енді оған кіжініп бастап жатқан заңғардың басы зың ете қалды. Ар жағы бұлыңғыр. Енді міне ауруханада жатыр.
Есік ашылып көкшіл киіммен сондай қалпақ киген жасы 25-30-дағы ер кісі дәрігер кірді. Келген бойда бұның қан қысымын өлшеді. Кірпігін саусағымен көтеріп ашып көздерін көрді. Үсті басын ұстап ана жер мына жер ұрғылап көрді. Ағасы, сіздің сырқатыңыз өте ауыр. Басыңызды тіктік, бірақ ми шайқалған. Самайыңыздан алған соққыдан бір көзіңіздің жанары сөніп қалуы мүмкін. Бірақ қорқыныштысы, сіз жүре алмай қалуыңыз мүмкін. Беліңізден темір таяқ сияқты бір нәрсемен қатты ұрған. Содан бел омыртқаңыз жарақаттанған. Сіз қазір төменгі жағыңызды сезбейсіз. Аяқ, қуық сізге бағынбайды. Бұдан кейін жүреді деп айту қиын. Енді тек бір құдіретке сенесіз. Дегенде заңғар естен танып қала жаздады. Бар жоғы 42 жасында мәңгілік мүгедек болу не деген өкінішті? Бұдан артық қасірет бола ма? Неге? Неге мен? Деген ойлар заңғарды мүлде мүжіп тастады. Заңғардың екпе дәрі-дәрмектен бас тартқанын естіп, кешегі дәрігер келді. Ассаламағалейкум ағасы, не жағдай? Емнен неге бас тартасыз? Екпеден бас тартсаңыз, денеңіз адам шыдамас ауруды сезінетін болады. Тәніңіз ауырғаннан тозақта жатқандай шыңғырып айғайлайтын боласыз. Біздер салып жатқан екпелердің жартысы ауруды сезіндірмейтін екпелер, деді. Інім-ау, бәрібір жүрмейтін болсам, толыққанды өмір сүрмейтін болсам, ол ем шарадан не пайда? Одан да өле қалған оңай емес пе? Үміті жоқ, ертеңі жоқ өмір ме? Неге керек ондай ит өмір? Деп еңкілдеп жылап жіберді. О, ағасы, сабыр, сабыр, сабыр. Еркек деген атыңыз бар ғой, сабыр етіңіз. Ешқашан түңілуге, жеңілуге болмайды. Ініміз екеуміз 5-8 жасымызда әкесі қалдық. Інім екеумізді жетелеп, ауылдан қалаға келіп, үй сатып алам деп жүріп, алаяқтарға тап болып, соңында үй де жоқ, ақша да жоқ, вокзалда қаңып қалдық. Аш-жалаңаш күй кештік. Анамыз шарасы таусылғасын пойыздың астына түсіп өлді. Бірақ өлер алдында ауыл жаққа барар бір адамнан әкеміздің алыстау ағайынына хат жазып беріп жіберген. Сол хатта бізді сол кісіге аманаттап кеткен екен. Қазақта аманат деген нәрсеге ешқашан қиянат жасамайды ғой. Аманат өте қасиетті ұғым. Аманатқа қиянат жасаған адам ешқашан оңбайды. Түбінде алдынан шығады екен. Міне, сол ағайын өлгенше бізді өсірді, жетілдірді. Егер анамыз сондай қадамға бармағанда, мүмкін біз бұзақыларға қосылып, ұрлық-қарлыққа барып бұзылып кетер ме едік? Кім біледі? Не нәрсенің де бір қайыры бар деген сол шығар. Қазір шүкірміз, мен отбасылымын, жұмысым бар, абыройсыз да емеспін, нейрохирургпын. Інім жеке кішігірім құрылыс компаниясының бастығы. Бала кезгі арманы үй салу екен. Оған қол жеткізді. Қайырымдылықпен көп айналысады. Бірақ осы күнге жету үшін көрген азабымыз, әсіресе жан азабымыз, біреулердің 5 өміріне жетерліктей. Сондықтан ағасы, үмітіңізді үзбеңіз. Ал мен уәде берем, сізді аяғыңыздан тұрғызам. Иә, уақыт керек, бірақ тұрғызам. Сенесіз бе? Деп сұраулы жүзбен заңғарға қарап еді. Заңғар бұл кезде көздерінің жасы тарам-тарам боп, айтуға сөз таппай, өксікпен көз жасына көміліп жатыр еді. Марқұм әкесінің суық түсі көз алдына елестеп, кісі ақысы деп қайталай берді. Заңғар, кешіріңдер, кешіріңдер дегеннен басқа ештеңе айта алмай булығып тұншығып жатыр еді. Кешіріңдер дейсіз бе? Әрине кешіреміз. Сіздің сол Алматы вокзалындағы жүзіңізді мен мәңгі есіме сақтап қалдым ғой. Мен 8 жасар бала едім. Сіз осында жедел жәрдеммен келген күні сізді шырамыттым бірден. Содан осындағы комитетчик жігіттерге сіздің өткеніңіз туралы біліп бер дегем. Сол жылдары Алматыда тұрыпсыз, брокерлікпен айналысқансыз. Анам қайтқан уақыттарда осы қалаға тіркеуге тұрыпсыз. Ініме айтып едім, ұшақпен ұшып келіп сізді көрді де, сіз ес-түссіз жаттыңыз. Інім, ағатай, осы кісіні аман алып қалыңызшы. Керек дәрі-дәрмегін, емін түгел өзім көтерем. Шетелге кету керек болса да оны да көтерем. Тек осы кісіні аман алып қалыңызшы. Бұл сауаптың ең үлкені болмақ. Зәр ұсынған кісіге нан ұсынған демекші, ол ұсынған кісіге су ұсынайын. Өмірдің суын ұсынайық. Аға,
осы кісіні аман алып қалыңызшы деген. Сондықтан ағасы, мен сізді тұрғызам, деп палатадан шыға берді. Дәрігердің соңын ала ішке кірген медбикеге заңғар: қарындасым-ай, әйелім мен баламды шақырып берші, айтарым бар. Әсіресе ұлыма айтарым бар. Кісі ақысы туралы айтарым бар. Қазақты ырымшыл, анаған мынаған сенгіш деп айтатындар бар. Бірақ қазақтың айтып кеткен әрбір нақыл сөзінде мән мен мағына бар. Кісі ақысы мойныңызда қарыз болып кетпесін. Алдыңыздан шығады. Пара алмасаңыз да, пара беру де біреудің алдын орау. Пара беруге немесе алуға жағдай жасау, ол да кісі ақысы. Өмір бумеранг. Әңгімедегі адам аттары ойдан шығарылған. Сәйкес келіп жатса, кездейсоқтық дерсіздер. Авторы М. Кенжебаев, Бейнеу.